қымбаткер алтындай уақыттарыңызды бөліп, менің қуанышыммен бөліскендеріңізге барлығыңызға үлкен рахмет. Барлықтарыңызға той тілеймін. Бәрекелді мама. Бағана біз келдік, бағана бірінші басқарған тамада екенбіз келдік та, сосын той иесі қайда дедік, арыз дедік, беріз дедік, бізді неге шақырған Ұлмеген ғой. Сонда мамама бардаш деді. Бірінші Ұлмегеннен сұрадық. Тойдың списігі бар ма, дайындалайық деді. Мамама барш деді, мамасына бар. Мама тойдың списігі қайда деп. Сонда өздерінің списіктерін қайда деп басы қата жүреген өзі. Соны өзім түсінбей қалғанбыз. Мына негізі тамада музыканттар келеді да, ақшасын алып кетеді деген. Сөйтеді, ақшасын алып кетеді. Ой, 5 сағат қой айтып өтірік әңгімелерін айтып келеді дейді. Біз енді құрғыл келген жоқпыз. Тамада музыкант, оператор бар, бәріміз ақылдаса отырып, мынау сізге тойдан тоқтай сый болсын. Бұл тойдың списігі. Тойдың списігі ертең Інжудің ұзату тойы болады, оғынға дейін қаншама той болады. Тек қана кішкентай осы бүгінгі тоймен бітпейді ғой, Құдай қаласа не көп той көп. Сонда мына списке қарайсыз, кім келді, кім келмейді деп миы ашымайды. Мынаған қарайсыз, түк берелеп шақыра саласыз, оңай болады. Ал келмей қалған адамдарды черный списке тығып тастайсыз. Бәрекелді, тойыңыз құтты болсын. Тек қана тойдан жолығайық. Ал бәрекелді ендеше Ұлмегеннен кімнен бастайды? Ән айтасыз, мама ойындамыз, айтасыз. Кеңіз аға. Ұлмеген менің сестрам болса, сізден болды ма сонда, үйленгенге қанша жыл болды? 6 жыл. Ұлмеген саған жеті. Қақайрат, екеу бір емес екен. Бәрекелді. Қалай, енең жақсы ма? Супер ба? Супер ба? Супер болады ғой басында. Зато 10 жылдан кейін мамаң сенің мамаң сияқты емес, кәдімгі өзіңнің мамаң сияқты болып кетеді екен. Қазір де сондай ғой үшін. Бәрекелді. Ал сізден бастайық, сосын мен сестрам сөйлесін, ар жағында бірәшкалар бар, сөйлейтін келін екеуі. Ал бәрекелді, тойыңыз. Ал не деймін? Құрметті қонақтар, келгендеріңізге үлкен рахмет. Денсаулық тілеймін барлықтарыңызға. Немереңіздің 5 той құтты болсын, Інжудің тілашары құтты болсын. Айтқан тілектерге қосылып, барлықтарыңызға осындай қуаныш тілеймін. Барлықтарыңыз үйіңізде осындай той бола берсін. Сол үшін. Бәрекелді. Бағанан бір Ұлмегеннің қызы деп, Інжу Ұлмегеннің қызы деп сөйтіп жүрсе, мен қайсы Ұлмегеннің қызы деп көрсетсем, сол міне Ұлмегеннің қызы деп көрсетеді мағаншы. Вообще ұқсамайды, әкесіне тартқан. Сосын мен айттым, сразу бірден айттым, әкесіне ұқсаған деп. Әкесін танымаймын ғой, просто айта саламын. Кел аға. Міне мен сестрам. Осы мен сіздердің алдарыңызға келіп, өнер көрсетіп жүрген, осы Азамат пен Ұлмегеннің арқасы алдарыңызға келіп тұрған. Ұлмеген мен Азаматқа шақырып қойыңыздар. Ал бәрекелді, тойың құтты болсын. Сөйлейсің ба? Сөйлемей қайда барасың? Ал бәрекелді. Рахмет. Ал құрметті қадірменді біздің ең жақсы ағайын туысқандарымыз, құда-құдағиларымыз, ет жақын жандарымыз бұл жерде енді. Алла берді әлі үлкен тойда үлкен қонақтар бола береді ғой, дегенмен бүгін енді кішігірім болса да, бұл ең алғашқы өзіміздің анамыздың қуанышы. 2 немересі бүгін міне Алла бұйыртып көп тілегі көл дейді. Сіздер міне былтыр біздің кішкентай балапанымыз, Азаматымыз ер жетіп, айданадай алтындай аялы біздің сұлуымызды алып келсе, шаңырағымызға енді міне биыл Алла бұйыртып сіздердің тілектеріңіз қабыл болып, дәл осы күні, осы айда, осы 1 жылдан соң дәл сіздердің тілектеріңіз қабыл болып, Мадинадай кішкентай балапан дүниеге келді. Ал енді құрметті қонақтар, міне бүгін бұл енді Інжу деген біздің әулеттің де, енемдер жақ, атамдар жақтан да өзіміздің 2 әулеттің де ең үлкен немересі. Сондықтан бұл кісінің жолы үлкен болып тұр. Ал енді бүгінгі қуаныш төрде отырған мама мен папаныкі, мына тұрған аяулы анашымыздікі. Сіздердің қуаныштарыңыз құтты болсын деймін. Міне осындай үлкен азамат болсын, сіздердің айтқандарыңыз оң болып, оңынан келсін, иншалла. Тілеңіздер, шын тілейік.
Алла тағала біреуге тілек жақсы тілесең өзіңе 1000 есе болып қайтады дейді. Сондықтан сіздерге мынау келіп жатқан, сонау алыстан келіп жатқан қонақтарымызға барша ағайын туыс міне ет жақын, бүгін ешкім бөтен емес бұл шаңыраққа. Сіздерге 1000 бір алғысымыз шексіз, үлкен рахмет айтамыз. Сіздерге Алла тағала тура осындай тойды нәсіп етсін деп тілеймін. Әрбір шаңыраққа, жанұяға осындай той болсын. Міне жан-жақтан қонақтарымыз келіп жатыр. Өзімнің төркінім келіп жатыр. Барлықтарына үлкен рахмет айтам. Алғысым шексіз. Ең әуелі мынау Аллах тағаланың өзі айтады ғой. Алдымен анаңды сыйла деп. Сондықтан бүгін осындай анамыздың, бізді аялап баққан анамыздың қуанышында шек жоқ ағайын. Бұл енді Алла осы күніне жеткізгенде 1000 бір шүкіршілік айтам. Шүкір осы күнімізге. Әрбір айлап атқан таңымыз тек бақытқа, нұрға бөленсін. Әрбір шаңыраққа той тілеймін. Мына бүгінгі біздің спонсорымызда мен жай ғана ұйымдастырушымын. Біз Сержанда, Азаматта бұл тойға ешқандай жай біз ұйымдастырып бердік. Бірақ бүгінгі тойды жасап жатқан, шын ниетімен, шын жүрегімен жасап жатқан біздің анашымызға қошемет қойыңыз. Аяулы анашымыз. Бақытты болыңыз ана, әрқашан көрер жарыңыз, көрер қызығыңыз көп болсын деп тілеймін. Алладан 1000 бір шүкір. Той құтты болсын. Жоқ, рахмет. Сенің үлесің болмаса, Азаматтың үлесі болмаса, Наксенің үлесі болмаса, маманың үлесі болса, немене көп сөйлеп тұрсың онда? Ана, төркінімге өте көп сөйлесің. Бәрекелді. Ал Азамат бәрекелді. Міне, Азамат десе Азамат. Үйленгеніңе қанша жыл болды? 80 жыл болды. Шал болып кетсің ғой? Қанша жыл болды? 1 жыл болды. 1 жыл болды. Міне, 1 жыл. Мен сол кезде 1 жыл бұрын Азаматтың тойында көрген шығарсыздар, мен музыкант болған ол күні. Музыкант болған Азаматтың тойында. Ол кезде бір болмайтын бір тамадалар болды. Өзін мақтап қойды. Бұл заманда өзін мақтамасын ешкім мақтамайды екен ғой. Сол кезде тойда 1 жыл уақыт деген қандай, зымырап өткен. Бүгін сенің өзіңнің кішкентайыңның бесік тойын басқарып атқан менде арман жоқ шығар, Құдай арман жоқ шығар. Бәрекелді, тағы да той құтты болсын, тос кезегі өзіңде. Рахмет. Ал енді ассалаумағалейкум, құрметті жиналған көпшілік, құрметті жақындарымыз, жақсыларымыз. Бүгінгі келіп отырған тойға келіп отырған жалпы менің қайын жұртым деп қояйын. Қайын жұрты арнайы сәлем деп қояйын. Жалпы міне бүгінгі қуанышқа келген қонақтар, баршаларыңызға көп рахмет. Ең бірінші анаңды сыйла дейді. Екінші анаңды сыйла, үшінші тағы да анаңды сыйла, ал төртінші барып әкеңді құрметте деп жазған екен. Енді осы тамаша біздің бүгінгі алтын анашымыз жүрегіне сыймай тұрған қуанышын сіздерге тамаша бір әнмен жеткізіп береді. Оған дейін міне баршаларыңызға рахмет етім келіп отырмын. Төрде отырған біздің нағашыларымыз, мынау біздің ағаларымыз, төрде отырған мына мамамның коллективі. Мына жерде менің 15-ші мектепте оқыған кезде қазақ тілі пәнінен берген мұғалімім кішкентай кезде Қалдыкүл апайымыз отыр. Әрі менің әпкем, ол кісі де ораз келді. Тұрып қойыңыз, арым болсын. Енді осындағы жалпы міне айтып отырмын ғой, жаңадан бері баршаңызға көп рахмет. Бірақ осы бүгінгі дастарханда отырған сіздердің алдарыңызда, сіздердің қастарыңызда отырған анамның анасы отыр. Анамның анасына 1000 бір рахмет, апа. Міне бұл кісінің Мадина мен Інжу немересі емес, бұл кісінің немересі бізден, ал бұл кісінің шөбересі мына кісі. Мына біздің кішкентайларымыз. Шөбереңіздің тойы құтты болсын, апа, қуаныш сіздікі ғой. Міне, апа жүрегі жарылып отыр бұнда. Міне, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Осындағы аналарымыз аман болсын, баршаларыңызға міне келген туысқандар, сіздерге рахмет. Мұнда атсалысып жүрген барша осындағы келген қонақтар, баршаларыңызға 1000 бір рахметімізді айтамыз. Енді
Söz soңында тамақ беріп, қарнымызды тойдырған, сусын беріп, шөлімізді қандырған алты әлемнің әміршісі, 18 мың ғаламның иесі Аллах тағалаға сансыз шүкіршіліктер болсын ағайын. Әлхамдулиллахи роббил алямин. Той қуаныш құтты болсын ағайын. Бәрекелді. Міне ауызында Алласы, жүрегінде иманы бар жігіттер. Кем сөйлейсіз ба? Сөйлемейсіз ба? Үйде де осындай болса екен деп осқан шығарсыз. Бәрекелді, 5 сағат бойы сіздерге қызмет көрсеткен, аяғынан тік тұрып қызмет көрсеткен, тәтті тағамдарымен қамтамасыз еткен Ширай мейрамханасының администратор официант қалатын шабалап қойыңыздар. Сонымен қатар 5 сағат бойы аяғынан тік тұрып, сіздердің жамандарыңызды жасырып, жақсыларыңызды асырып жүрген оператор жігіттерге бір шабалап қойыңыз. Бұл кісілерге де оңай емес 5 сағат бойы бір теске өмір тұру. Сонымен қатар менің жаманымды жасырып, жақсымды асырып жүрген музыкант балаларыңыз, дәурендей балаларыңызды бір шапалап қойыңыздар. Өзіне бір күшті өлең ба? Айбол деген музыкант балаларға бір шапалап қойыңыздар. Бәрекелді. Әппақ Касимшаларға келіп мен сияқты. Бәрекелді. Ендеше мен өзімді таныстыра өтейін. Мен сіздерге де бөтен емеспін. Мен осы Алматы облысы, Балқаш ауданы, Қаскелең Топар ауылының тұрғыны. Есімім Бақтияр Адырбаев, ұрлығым Ысты, Дінмұхамед Қонаевтың немересінің, Шөбередің Шөкетінің немересінің болып келемін о үшін. Есімім тек қана Бақтияр болады. Бұна актив барда ақшие жақсы, актив болмасы сапшие жақсы. Хабарласыңыздар, Бақтияр Адырбаев десеңіздер. Бұл негізі той бітті деп ойламаңыздар. Тек қана той өз мәресіне келіп жетті. Яғни мен тамадалық қызметім аяқталды. Той қалай өтті? Жоқ, той қалай өтті? Жоқ, ұнамаса айтыңыздар, қайттан бастайын. Бәрекелді, ендеше әнімізді әрі қарай анамның әнімен бастайық. Немерем, шөберем, шөп-шөп, неменем. Дайын ба? Музыканттар ал, бәрекелді, тойсыңыз.
бәрекелді мама, өскенде әнші болмыз. Ал бәрекелді ендеше әумин деп баталайым. Ата бата беріп жібермешші бірден. Бірден бата беріп жібермеш. Әумин! Әумин десең мені бата. Мына кетер кездеріңізде, мына менің Аманкүл жешем, жаңа Шолпан апайларыңыздың мамасы жаңа Азаматтың айтып тұрған дәу мамам деп айтып тұрған. Кетер кездеріңізде күлкіні естеріңізді түсіріп жіберейін. Айтпай қойын ба. Ал мен берейін батамды. Мен берейін батамды еске алып баба менен атамды. Ата-баба әруағы қолдай берсін бәріңді. Өсірген ұлдарыңыз ұлықты болсын, қыздарыңыз қылықты болсын. Келіндеріңіз ибалы болсын, кемпірлеріңіз ибалы болсын. Ақсақалдарыңыз иман